Сәлем менің YouTube көрермендерім, қалайсыздар? Сіздер білдіңіздер ме? Гайморитті қалай жеңу керектігін. Арзан және оңай. Мен сіздермен бөлісейін. Ол нақты нәтижесін көрсеткен, және де таныстарыма да, құрбыларыма да көмектескен. Сол себептен мен сіздермен де бөліскім келіп отыр. Және де кеттік. Мен сіздерге айтайын. Гайморит, яғни мұрныңызбен демала алмай, есіңіз танып, берекетіңіз алып жатырса, осылай жасаңыз. Сұйық май, бір шай қасық сұйық май аласыздар. Оған бір шай қасық сода қосасыздар. Одна чайная ложка сода. Одна чайная ложка подсолнечное масло. Оған тағы да бір шай қасық мед қосамыз, қыздар. Бір шай қасық мед саламыз. Жақсылап барлығын араластырамыз. Жақсылап. Бір келкі болу керек барлығы да. Однородный болғанша, прям жақсылап араластырыңыздар. Барлығы езіліп, жақсы болуы тиіс. Араластырдық. Енді қалай жасаймыз оны? Ватный палочканы аламыз. Жақсылап малып аламыз да, мұрнымызға салып қоямыз. Міне. Яғни осылай салып қойыңыздар мұрнымызға. Мұрнымызға ары қарай салып қоясыздар да, оң жақтарыңызбен жатасыздар. Түсіндіңіздер ме? Оң жақтарыңызбен жатып, яғни жаныңызбен жатасыздар. Жаныңызбен жатқаннан кейін көп жатасыздар. Жақсылап малып аламыз. Міне. Мұрныңызға ары қарай салып қойыңыздар. Салып қойғасын жаныңызбен жатасыздар. Жаныңызбен біршама уақыт, біршама минут жатқаннан кейін жақсылап ол өзі жұмыс жасайтын болады. Біршама минуттан кейін барып, өз жұмысын, әрекетін көрсетеді сіздерге. Бүткіл мұрныңыз ашылмай тұрған, бүткіл ішіндегі шылақ-мылақтардың бәрі шығып, мұрныңыз күшті ашылып, керемет болып қаласыздар. Міне. Екі мұрныңызға да тығып қойыңыздар. Екі мұрынға салып қойып, былай міне. И жатсаңыздар болады. Только жанымен жатасыздар. Жанымен ауысып, керемет болады. Күніне 2-3 рет жасаңыздар. Сонда нәтижесін көресіздер. Гаймориттен керемет болып жазып шыға келесіздер. Рахмет, менің видеомды көріп, ұнаған болса, комментарий жазып, видеоның соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыздар.